Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы білім бөліміне қарасты нөмір 10 орта мектептің ұйымдастыруымен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі аталып өтілді. Қай жерде де ананың орны ұлық, анасыз табиғат жоқ. Соның үшін құрметіміз шексіз аналарға. Бұның бәрі аналардың бізге жасаған еңбегінің қасында миллионнан, миллиардтан бір қайырым десек болады біздікі. Мұнда білім саласындағы еркек кіндіктілердің барлығы дерлік қыз-келіншектерге өздерінің өнерлерін паш етті. Әдемі көңіл-күй сыйлады. Тосын сыйы да бар. Өмірін ұстаздыққа арнаған ақ жаулықты әжелерімізге әдемі жопарлы гүлдерді өнерпаз педагогтер өлеңдерімен әрлеп берді. Бағзыдан мәлім болған ұстаздың биік тұғырын тағы да бір айқындап кеткендей. Мереке жақсы өтіп жатыр. Мынандай ылғайда 8 наурызда осы әйелдердің даңқын асырып, ылғайда құрметтеп жатады, бірақ биылғы өте ерекше. Біздің мектептің ағайлары өте тамаша, маған керемет ұнады. Ауданның әр мекемесінен ұстаздар, тәрбиешілер, есепшілер және жалпы білім саласындағы қыз-келіншектер аудандық білім бөлімінің басшысы табыстаған марапаттарға ие болды. Сыйынар едім, ана деген тәңірге атты бұл кешке Батыр ауылының ақсақалы Еламан Оңдабаев, аудан әкімінің орынбасары Ержан Көпжасарұлы және әр қашан ұстаз абыройын алға қоятын Батырбек Демократұлы да бар. Өзіміздің аруларымызды шын жүректен мерекесімен құттықтай отырып, дендерінде саулық, отбасыларында амандық тілеймін. Мына шараны өткізіп отырған осы аудандық білім бөліміндегі әріптестеріміз, сонымен қатар 10-шы мектептің, нөмірі 10-шы мектептің осы барлық педагогикалық ұжымына алғысымды білдіремін. Гүлдей көркем гүл жатай, тыңдаушы еді Санябай, қайда кетті Күлбанай, я люблю тебя, Жұмай Ғалымжаннан арнайы абыройлы жаңалықтары.